Assalamu alaikum бағыттағы каналының көршілері. Бүгін 28 апрель 2023 жыл. Біз осы шарындағы Теш-Таш базарындағы өңе жеміштің баларын таныстырамыз. Айта кеткен нәрсе, біз жалаң ғана дүң бадағы өңе жеміштің баларын тартып көргіземіз. Килограммда стандар biraz қымбатырақ болады. Чанатан чоңы 35 сомнан сатылды шул. 500 килограммның бүйрек. Халатылдың емес. 35 сом. 1, 2, 3. Yakından mı? Жанатан майдасы 14 сомнан сатылды шулар. 14 сом. Көлдің алмазы күн 90 сом, 85 сомнан бері татышылы алмады. 20 сом чоңы. Көлді көн. Свет айай жақшы күн. Жанатан алған чоңы. Холодильник емес. Айтылыш басы 60 сом. Ноқатын алмасы. Өзбекстаннан өріктер келіп қалдыр. Сонын өріктер. 270 сомнан берілді татышылар. Килограммы. 270. Ош кеңештің құлпын айы. Чоңдардың 350 дейді. Майдасы 250. Otuz beş сомнан сатылды Жанатан. Среднийден чоңырақ, өте чоң емес. 35 сом. Мамажанның құлпын айы. Клэри деген сор. 330 сомнан берді. Жанатан алманың чоңы 45 сомнан кетті. Алма көп бүгін, алма арзанырақ. Шулар 55 кетіп алып бүгін 45-тен сатылды шулар. 45 сом. Клиент жоқ. Gelin öy. Gelgiler bana oradan alma olup gitti. Жолчака. Ne çıkarıp kaçır? Ya da çoğundan. Көк алма 35 сомнан берілді атышылар. 35 сом. Холодильник. Қадам жайын болмаса. Стейлейді biraz чоңырақ. 35 сом майдасы. Kaça oldu? 160. Özbekistan'da bundan 160'tan beri. Туғандарымда гилас ташылып қалыптыр. Араланың гиласы. 250 сомнан. Өзіміздің несіне араландыққа. 250 сомнан оптым килограмм. 50 сомнан бері татып қадырмын. 50 сом. 260 сомнан берілді чеснок. 260.